Зам талабымен манағыдай өтеміз. Бірге жүруімізді сұралады қазір өтті. Мен бос емес қой, вокзалға баратырмын. Пойыз қарсылауға баратырмын. 12-де 10 кеткенде пойыз тоқтайды. 1 сағаттан кейін барам. Жоқ, қазір жүру керек болып отырсыздар. Неге? Не сонша? Мен қылмыс жасап қойдым ба не? Енді онда айтып тұрмын ғой, 1 сағаттан кейін барам деп. Қандай тапсырма? Арнайы. Не арнайы? Не қылмыс жасадың ба не? Тергеушінің Не 16-сы күні ма именно? Демалыста? Демалыс емес мен. Демалыс қой? Ұрған ба мен сендердің жұмыстарың? Маған демалыс, мен өзім шаруаларыммен жүрмін. Таңертеңнен бері пландарым бар. Жоқ уақытым. 1 сағаттан кейін барам керек болса. Өтініп сұрап отыр. Заңның аты. Мен ұстап отыр. Митингке шығып кетпесіне қорқытқан бар. Қандай машина? Чумурский бір машинам жүр ғой. Частный машинамен да? Сен мен частный машинаға отырып алып кетейін деп жатсың ба? Патрулькің қайда? Ербек, нағыз болмаса сіздің машинаға. Отырмайсың мен, сасық адамдарды отырғызбаймын машинаға. Жүруіңіз сұралады. Бармаймын, отырмаймын частный машина. Патрулькі шақыр, алып кел, барам, пожалуйста. Шақыр. Банды құсап, не күзетіп отырсыңдар мен? Жұмысым алдында? Сұқымдары. Митингке шығып кетпесіне келіп отырмын. Түсіріңдер. Қай бөлімге? Қалалық полиция бөлімі. Аты жөнін тағы да айтауыш? Қанат Аймағамбетов. Қанат Аймағамбетов деген. Званиең кім мына? Капитан полиция. Капитан. Осылай яғни айтатынымыз олайықшы әрдайым қазақтың деп барша елге өзіміздің керемет ел-екенімізді танытып жүре беріп келгім келеді және ары қарай сәлем саған туған ел бағдарламасын жалғастырамыз. Өздеріңіздің құттықтауларыңызды осындай керемет хаттарыңызды контакт әлеуметтік желісінде жүргізілген ресми парақшасына не болмаса инстаграмда ақтөбе парақшасын жолдауыңызды міндетті түрде эфир барысында Қайда бару керек дедің тағы да? Орал қаласы полиция басқармасы. ДВД-ға ма? Городел. Білесің ба сен қандай адамдарға қызмет қылып жүргенді? Позор ғой, білесің ба? Кәдімгідей елге қызмет етіп жатқан жоқсың ғой. Я не қылмыс жасадым мен? Соны айтшы сен маған. Өтірік келіп тұрған өзің ішінен сезіп тұрсың ғой. Тергеушінің арнайы тапсырмасы емес. Біліп тұрмын ғой сен тергеушілердің. Барады да уақытымды алады да жібереді ғой қайтадан. Солай емес пе? Ешқандай да ештеңе қатысым жоқ. Солай емес пе? Тергеушіден оны анда барасың сұрайсыз. Ұялмайсың ба сен? Мысалға ертең деген сен балдарын осы елде өмір сүреді. Сен қылмыстық режимде жұмыс жасап жатсың ғой. Жұмыста жүрген кісімін. Сен жұмысың таста шеш бұндай жұмысты. Бұндай жұмыс жасаған шығар ол көше сыпырған артық қой. Позор жұмыс қой шыны керек. Солай емес пе? Жүр мына кісілермен. Жұмыстан шығып вокзалдан әкемді қарсылауға барайын десем, мыналар есік алдында күзетіп отыр, иттер құсап. Отыр мыналар. Частный машинамен келіп тұр, мына Нивамен бандылар құсап. Бүкіл шаруамнан қалдырып жатыр. Қоймайды. Бүгін бір жұмыс жасай қойын. Әкемді вокзалдан қарсылайын деп шығып бара жатыр едім жұмыстан. Келіп тұр міне. Қазір бүкіл уақытымды алады. Бір қылмыстық іске следователь городделға шақырып жатыр деп. Ниваларына отырмайым дедім, қазір патрулька алып келеміз дейді. Неше сағат ұстайсыңдар? Тергеуші анда түсіндіреді ғой. Кім деген тергеуші? Повесткаларың қайда еді бақшы? Повестка бірдеңемен келу кереміз бе? Қа бешеш енді. Сен бешеш повестка, сен бес пе келіп тұрған, патрульк емес қой. Бешеш енді. Әкел оқиын мен, танысайын следовательный аты күн. Қайсы повесткің қайда? Қазір беріледі. Бар ма повесткің? Жеткізу туралы повестка. Мен қайда енді? Незет, просто ауызша айттым ба не звондап? Бабы бойынша Просто ауызша айтты жеткізу деп та? Жоқ, ауызша айтты ма? Жеткізу. Ауызша айтты ма? Ауызша емес. Енді қайдасы құжаттарың қайда? Жазбаша қағаз бар. Көрсетші. Барлығыңызды көрсетті сізге. Жоқ, көрсетші маған келіпсің ғой сен. Көрсетші енді. Келіпсің ғой. Біреуін жіберумен.
Қолдарында повестка да жоқ, дым да жоқ, келіп тұр. Бір жерге жеткізу керек деп.